Кореяның азық-түлік дүкенінде сізді не таңғалдыруы мүмкін? Біздің отбасымыз 4 адамнан тұратын болғасын, осындай үлкен оптовый сататын жерден азық-түлік сатып аламыз. Бұл жерде тек қана тамақ қана емес, киім, техника, үйге қажетті кез келген затты табуға болады. Тіпті алтын да бар. Бірақ алтын бұл жақта Кореяда өте қымбат, жер байлығы енді болмағасын. Кішкентай мынандай жіп-жіңішке цепочканың өзін 230 мың теңге дейді. Менің арманым осы Кореядан осындай массажный кресло алу, бүкіл денеңізді массаж жасап береді. Одан бөлек киім, бұл жерде бір ерекшелігі, бренд киімдерді өте арзан бағада сатады. Мысалы, мына жерде неше түрлі брендтер бар. Енді Nike, Adidas деген сияқты, мынау Filaның бір осындай шалбары 19.980 вон дейді, 6 мың теңге. Мындай Nike, неше түрлі Adidas. Бір қызығы, Кореяда мындай кроксы, резиновый тапочки қымбат тұрады почему-то. Сосын үйге қажетті кез келген ыдыс, шампунь, білмеймін енді үйге не керек бар, барлығы бұл жерде сатылады. Тіпті кейде ешқашан көрмеген заттарды да көруге болады. Сосын тамақты сол жерден дәмін татып көріп, ұнамаса алмайсыз, ұнаса алсаңыз болады. Және де осындай өп-үлкен коробкаларда тәттілер, крекер, печеньялар сатылады. Отбасылы адамдарға өте керекті. Және мен Кореяға бірінші келгенде қатты таңғалдырған, бірақ қазір үйреніп кеткен осындай канистрдағы сүттер. Отбасың үлкен болса, әрине сүт деген тез таусылады. Және де кексы, круассаны, тәттілердің түр-түрі бар. Енді барлығын түсірмедім. Және де кәрістерде осындай күшті зат бар. Сорпасына қажетті бүкіл ингредиенттерді жуып, турап, тура сол қанша адамға керек жазылып тұрады. 2 адамдық, 4 адамдық порция деп осылай дайындап қойған. Жай бараста қазаныңызға саласты, су құясты, қайнатасыз, болды, сорпаңыз дайын. Чикеннің ащы түрі, ащы емес түрі, креветки, қуырылған, дайын тұрған заттардың барлығы бар. Тамақ жасамасаңыз да болады. Кореяда барлығын дайындап, бәрін пісіріп қойған. Сосын мына жерде кәрістердің өздерінің жақсы көретін деликатестары, бірақ біздің көзімізге кішкене онша емес. Бұны біз алмаймыз, жемейміз, қазақтардың отбасы. Және де нағыз суши. Суши деген негізі осы, шикі балық. Міне, мына жерде неше түрлері бар, үлкен порциялар, және де еттерде маринаттап қойған. Ал біз не алды десеңіздер, қазақпыз біз. Әрине айран, молочные продукты, нан, бізге қажетті май толтырып алдық. Сосын алғасын осындай коробка тұрады, пакетке емес, осындай коробкеге салып аласыздар. Пакеттер ақылы сатып алу керек. Сосын осындай үлкен азық-түлік сататын жерде пицца өте үлкен көлемде арзан бағада сатылады. Мынау бізде үлкен, енді видеода көріне ма, көрінбей ма, бірақ партамен бірдей болып тұр. Дәмі де керемет болды. Осында азық-түлік алуға келген кезде біз отбасымызбен пицца жеп кетеміз. Сосын мына жерде таңғалғанымыз, мынау таситын жерде эскалаторда сетка іліп қойған. Если соткаңыз или бір затыңыз байқаусызда түсіп кетсе, жерге қарай құламай сол сетка ұстап тұрады. Енді келесі нәрсе парковка. Парковканы табу өте қиын, орын табу. Бұл жақта машина көп, және де парковка өте қымбат. Парковканың ақшасын төлегенше соған азық-түлік сатып алып, сөйтіп осы жерде машинаңыздың номерін теріп, сол азық-түлік сатып алған кезде QR код береді, соны терсеңіз парковка тегін. Балалармен жүргесін бұл видео өте асығыс на ходу түсіріліп кетті. Енді жүріп тез түсірдім. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің парақшама жазылып кетіңіздер. Корея туралы пайдалы ақпарат парақшамда.